РНК трансляциясы. Трансляция бұл РНК матрицасы бойынша жүзеге асатын белок синтезі. Бұл процеске көптеген молекулалар қатысады. мРНК рибосоманың үлкен және кіші суббірліктері, тРНК және релизинг факторлар. Трансляция процесінде үш кезеңді бөліп қарастырады: инициация, элонгация және терминация. Әрекет барысындағы процеске назар аударайық. Трансляцияланатын эукариоттық мРНК 3 штрих соңында поли А соңын ұстап жүреді. Сондай-ақ мРНК-да амин қышқылдар туралы ақпарат таситын кодондар болады. 5 штрих соңында метилденген кэп орналасады. Трансляцияның инициация кезеңінде рибосоманың кіші суббірлігінің кэппен байланысып, трансляция инициациясының сайтына қарай қозғалуынан басталады. Тағы бір маңызды молекула ол тРНК. Онда антикодон бар. Ол өзі байланысатын мРНК-ның кодонына комплементарлы. Бірінші кодон әдетте АУГ, ол метионинді кодтайды. тРНК-ның 3 штрих соңына өзіне сәйкес келетін амин қышқылы байланысы АУГ кодонға сай келеді. Байланысқан соң үлкен суббірлік пептидилді П, аминоацилді А және элиминационды Е сайттарды қалыптастырады. Бірінші тРНК П сайтқа келіп орналасады. А сайтқа келген екінші тРНК екінші кодонға комплементарлы. Метионин А сайттағы амин қышқылына ауысады. Бірінші тРНК кетеді, ал рибосома ары қарай жылжиды. Содан соң келесі тРНК келіп қосылады. Элонгация жалғасып жатқандықтан ұзарып жатқан пептид қайтадан А сайттағы амин қышқылына ауысады. Рибосома мРНК бойымен жылжып, жаңа тРНК кіреді. Біз элонгацияның негізгі сатыларын сипаттадық. А сайтқа стоп кодон келіп түскеннен кейін релизинг фактор А сайтқа кіріп, трансляция аяқталады. Осыдан соң рибосома ыдырап, белок босап шығады.